президенттік орталықта осы. Мына маусым айының 4-і екен, 2005 жыл. Сонда мынандай бір жолдар жазылыпты күнделігінде. Қажисың, кейде демалғың келеді, көзде жүйкеде талат, мида шаршайды. Соның бәрін баладан артық жазақты емші жоқ. Осындайда менің емшім Әлихан. Баланың тілі бал деген емес пе? Тілі шыққан Әлихан бұлдырлап, шүлдірлеп сөйлей береді. Оған бәрін де білу керек. Анау не, мынау не деген сұрақты қоя береді. Bir сұрағына жауап берсең, оның да ар жағында тағы шексіз почемулар шыға береді. Машина ойыншықтарды да жақсы көреді. Бүгінде үй толған машина. Бәрінің атын біледі. Бүгін таңертең қасымда болсын деп, өзім рөлде машинамен барып алып кеттім. Сұрақты жаудырды. Почему ты приехал на Тойоте? Почему не приехал на Туареге? Ты не знал, что ли? Осындай сөздер көбейе береді оны. Әлихан қабағыңнан таниды. Ұнатпаса тез ашуланады. Өкпешіл. Баланы өкпелетпеген де дұрыс. Еркелетпеу де керек. Деуін дейміз ау, бірақ еркелетпей тұра алмаймыз. Оны бала жақсы біледі. Жақында мен машинамен Әлиханды Алматыға апарып келдім. Я даже ұмытып қалыппын. Апарып келдім. Әбден қиналдым жолда. Азап шектім. Әлі есім білмеген баланы ата-анасыз ешқайда апаруға болмайды екен деген қорытындыға келдім. Шар құрып тынбай әсіресе анасыңыз деді. Где моя мама дегенде өзіңді егіліп кете жаздайсың. Аз күн болып Астанаға анасына келетінін қайдан білсін бала? Енді қайтып анасын көрмейтін сияқты болады. Анасыңыз деп мұңайғанда жаның шығып кете жаздайды. Затында баланы есі кіргенше анасының бауырынан алмаған жақсы. Ұзатып, ешқайда әкетпеген жөн. Жайнап, жадырап отырған бала анасыз әп-сәттақ мүсәпір болып қалады. Баланың жаны жараланады. Мүсәпір болып қалады. Соны көрудің өзі аянышты. Алматыға келгенде Әлихан екеуміз де ауырдық. Баланың ауырғаны қандай қиын десейші. Әбден састым, қызуым көтеріліп, атуля, падаю деп мен қолымнан қатты қысып ұстап қалғанда, айда амалың таусылып дал болады екенсің. Бала қайдан білсін, бала ауырмауы да жетіліп деп. Баланың ауырмауы да жетілуі де үлкендерден. Қазақтың аман жүрсе бопты. Тірі болса әйтеуір бір жерден шығады дейтіннен шошимын. Әлиханды Астанаға келіп, анасына тапсырғанда ғана жаным жай тапты. Көрдің бе? Осындай нелерім көп. Әлихан мен күнделігімде өте кең орын алады.